Ассалаумағалейкум, автосүйер қауым. Үкімет барлық ескі көлікті пайдалануға тыйым салатын заң жобасын қарап жатыр. Соған орай ескі көліктердің бағаларын білеміз. Түсіп жатыр ма, или сол қалпында ма? Еліміздің әр жергілікті экология органдарының мамандары қасына полицейлерді ертіп, көшелерді аралайды. Жол бойында тұрақты рейд жүргізеді. Тексеру барысында түрлі автокөлік, жеңіл автокөлік болсын, автобус болсын, жүк көлігі болсын, және де басқасы тоқтатылып, газоанализатор, тахометр және басқа аспаптардың көмегімен көліктің шығарылған газдың өлшемдерін тексереді. Егер де тексеру барысында қорытындысына ауаны ластау көрсеткіші рұқсат етілген нормадан асып түссе, онда дереу көліктің мемлекеттік нөмір белгісі тәркіленеді де, ондай көлікті ары қарай пайдалануға тыйым салынады. Сондай болып жатыр жобасы. Соған орай қазір көріп жатқандай ескі көліктің мысалға 90 болсын, 89, 95, 92 болса да, жылғы болса да, бағалары түскен жоқ. Ол қалай болып тұр, солай болып тұр. Бағалары түсіп жатқан жоқ. Қанша сұрап отырсың, бауырым? Қанша сұрап отырсың? 1,8 ба? Қай жылғы? 93 жылғы. Volkswagen Passat 1,8 93 жылғы 1,8 сұрап отыр. Салоны жақсы, таза. Велюр салоны. Механика ғой. В целом состояние нормально. Toyota Карина Е 95 жылғы 1,6 механика 1 700 000. Ішін жоқ көпті. Жағдайы осындай. Audi E3 селедка. Велюр дерево. Ағаштан жасалған салоны. Жақсы. Іші кең. Audи'дің. Трассаны ұстайды ғой бұлар. Audи'лар жақсы машина.
Бағасы міне, номер бәрі тұр осы жерде. Алам деушілер хабарласа беріңіздер. Toyota Camry. Бес 2005 жылғы 4 миллион. Состояниясы орташа. Toyota Mark II. Он 9-нчы регион. Тоқсан алтыншы жылғы екі объем автомат 2-де 9 миллион. Hyundai 2-де 4 2005 жылғы 3 миллион 600 автомат. Жабықшар бұл ашық екен. Салоны велюр. Тап-таза. Салон бәрі тап-таза. Артқы жағы таза. Volkswagen Golf тройка. Тоқсан үшінші жылғы 1 миллион 500 дейді. Келісім бар дейді. BMW поросенок. Бағасы жазылмаған. Nissan Zafira 2-де 5 1 миллион 700. Состояние среднее. Кузов бойынша айтам, состояние средний. Арғы-арты запчасть жағынан не болып жатқанын білмеймін точно. Салон жағы сәл кішкене шаман кету керек болады салон жағын. Ескірген ғой енді. Қанша дегенмен де ескі машина ғой. Toyota Camry. Тоқсан тоғызыншы жылғы 2-де 2 автомат 3 миллион. Состояние. Салон бәрі жақсы, таза. Салондар таза.
кузов жағынан енді орташа. Запчасть жағын білмеймін енді. Ходовка жағын, мотор жағын. Кузов жағын айтам. Только. Крайслер ба? 2007 жылғы 3,5 13 дейді расходы 4 миллион 300 дейді. Бәрі бар ғой оның ішінде. Корабль ғой, короче. Кеме десе де болады. Жалпақ, биік. Жалпы ішкі состояниесі кожа, велюр араласқан. Іші жақсы, енді өте жақсы, таза. Артқы да сол кожа, велюр араласқан. Жақсы. Жағы бәрі. Кузов бойынша и салон бойынша жағдай өте жақсы. Орташадан жоғары деп айтса болады. Орысша айтқанда мотор шепшіт дейді ғой. Жақсы. Volkswagen Passat 18 регион дейді. Крайслердің дауысы, Крайслердің дауысы. Аңырап отыр. 1991 1.8 объем. 1 миллион дейді. Келісім бар. Состояниясы енді орташа десек бола ма, кузов бойынша. Алатын адам болып жатса осы, мысалы, видеодан көріп өздеріңізде бір тексеріп аласыздар ғой. Ары қарап, бері қарап. Арташылады деген. Іші велюр салоны. Таза. Жалпы таза емес машина болмайды ғой бәрі. Көлік айдаған соң үшін бәрін қарайды ғой бәрі. Жуады, тазартады. Гольф тройка дейді. Бағына біреуін көріп кеткенбіз, қызылды. Состояниесі былай. Свежий покрасный. Ассалаумалейкум. Гольф 3 дейді. Пробег родной, 97 жылғы 1.6 механика. Передний привод дейді. Бәрі төленген дейді. 2,2 миллион сұрап отыр. Состояниесі былай жақсы, сыртын бәрі. Мотор жағын білмеймін, ол жағын ходовканы өзім. Алатын адам болып жатсаңыздар, өздеріңіз хабарласып, тексеріп аласыздар ғой. Жақсы, сыртын бәрі жақсы жасаған. Ішкі салонын көріп жіберейік. Салоны велюр, жылтырлап тұр. Таза, жақсы салоны. Қарағып айдаған сияқты, сыртын әйбет. Subaru Forester. Evet.
Этот Субарик меня, мимо. Этот Мерс меня. Subaru Forester. Бұлардың бір 96 жылғы шығар. Бұл сұрасам бола ма? Неше сұрап отырсыздар? Акачатын шарым. Шарма қай жылғы? 2000 жылғы ма? Форестер ғой. Салон шүбер айбет, таза, жақсы. Көлік сүйер қауым, арнаны қолдап, лайк басып, ой пікіріңізді жазып, каналға подписка жасап кетіңіз.